Қымбатты оқушылар, біз омыртқалы жануарлардың қозғалысын ары қарай жалғастырдық. Біз құстармен таныстық. Енді біз алдымызда тұрған құстың сыртқы пішініне назар аударайық. Құстар ұшуға бейімделген омыртқалы жануарлар. Енді құстардың денесіне назар аударайық. Құстардың денесі жинақы және жұмыр. Ол өзі 3 бөлімнен тұрады: бас, мойын және тұлға. Құстардың қоректену тәсілі қимыл түріне байланысты. Олардың дене мөлшері, тұмсық пішіні, мойынның ұзындығы, қанаттары, құйрықтарының пішіні, аяқтарының, саусақтарының пішіні әртүрлі болып келеді. Бұлардың бүйректің созындысы ретіндегі мүйізбен қапталған құстың тұмсығы 2 бөліктен тұрады: тұмсық үсті және тұмсық асты. Құстар ұшатын болғандықтан алдыңғы аяқ қанатқа айналған. Осы қанат арқылы олар аспанда ұша алады. Құстар жерге қонған кезде, ағашқа өрмелегенде, көтеріліп ұшарда барлық ауыртпалық аяққа түседі. Аяғы 4 бөліктен тұрады: сан, сирақ, жіліншек, саусақ. Әдетте құстың 4 саусағы болады. 3-еуі алға, 1-еуі артқа қарай бағытталып тұрады. Құстың денесі құрғақ, бұнда без болмайды. Кейбір құстарда ғана құйымшақ безі болады. Ол суда жүзетін құстарда болады. Құстың денесін қауырсындар қаптап жатады. Қауырсын дегеніміз терінің үстіңгі қабатында теріден пайда болған түзілістер. Құстың бүкіл денесін жауып жататын жамылғы қауырсын бірнеше топқа бөлінеді. Қанаттың қалақшасын түзетін ұзын қауырсындар желпуіш қауырсындар деп аталады. Ұзын желпуіш қауырсындар кәріжіліктен кейінгі саусақ сүйектерге бекініп, қанаттың ұшын ала орналасады. Міне мынау тұрған жер. Қысқа желпуіш қауырсындардың серпімділігі нашар және кәріжілік тұсындағы терге бекінеді. Құстың құйрығында орналасатын ұзын да берік қауырсын бұлқын қауырсындар деп аталады. Мына қауырсын міне бұлқын қауырсын. Ол құстың ұшуына бағыт береді. Ал енді құстың денесін жабатын ұсақтау келген қауырсындар белгілі орнына байланысты жамылғы қауырсын, міне мынау тұр, құйрық үсті қауырсын деп аталады. Сонымен жамылғы қауырсындар құс денесінің сүйірленіп, оның ауада кедергісіз еркін ұшуына мүмкіндік береді.